Түркиядағы тек қазақтар тұратын ауылда автомат коробкалы есек барын білесіз бе? Иә, көріп тұрғаныңыздай бұл қазақ балалары және бұл қазақ ауылы. Adın ne? Kendini tanıt. Kazak mısın? Kazak Türk'üm. Peki Kazakça anlıyor musun? Çok anlamıyorum. Birkaç kelime biliyor musun? Kazakça. Bildiğin kelimeler varsa söyle. Kayasın. Kalaysın. Жақсымын, sen kalaysın. İyi misin diyorum ben. Yaxşı özün kalay. Ben de жақсымын canım. Бірақ бұл есектің басында ноқтасы жоқ. Балалар жүр десе жүреді, тоқта десе тоқтайды. Бұл есектің ерекшелігі де сода. Bunun cibi yok ba? Basında özü жүре mi? Kendisi yürüyor. Kendisi mi yürüyor? Biz buradan tutunuyoruz. Peki şey yapmıyor mu? Sonra kızılı bir şeyler yapmıyor mu? Gidecek mesela kızılı gittiği zaman nasıl durduracaksın? Bağırıyoruz. Bak mesela. Bağırdığında anlıyor bilir mi? Hayır dur ya. Ал Алтай ауылы сонау 50-ші жылдары Пакистандағы қазақтар Түркияға көшіп келген жылы құрылған. Kazak avlunun balaları. Altay avlunun balaları. Пакистанға Алтайдан жеткен қазақтардың тағдыры тарихта қаралы көш деп қалғанын жақсы білесіз. Пакистанда күннің ыстығынан шаршаған қазақтар Алтай сияқты салқын таулы аймақты армандайды. Сол мақсатта Түркияға көшіп келіп, мал ұстау үшін осы Алтай ауылын таңдаған. Бірақ кейін терімен айналысқан қазақтар үшін Стамбулға оны жеткізу қиынға соғады. Осыдан кейін Алтай ауылында қазақтар біртіндеп Стамбулға көше бастайды. Ал Стамбулдан көп қазақтар бүгінде Францияға көшіп кеткенін білесіз. Бұл Алтай ауылы қазіргі Европада тұрып жатқан көп қазақтың құтты мекені болған. Түркиядағы Алтай ауылы туралы білгіңіз келсе, төмендегі сілтемеге өтіңіз, міндетті түрде пікір қалдырыңыз. Егер ұнаса, лайк басыңыз. Öyle köyün içinde geziniyoruz. Sadece gezmeye, değil mi? Çok teşekkür ederiz. Bay bay bay. Bay bay. Dikkatli olun. Bay bay. Seni çok anlıyor. Her şeyini anlıyor. Kazak avlunun balaları. Altay avlunun balaları.